Ассалаумағалейкум, құрметті Атырау халқы. Бүгін 16 мамыр 2019 жыл. Биыл жайыққа су келеді дегенде бөрігімізді аспанға лақтырып керемет қуанып едім, бірақ ойдағыдай ол шықпады. Қуанышым көп ұзаққа созылмады. Мынау бала күнімізде ориентир жасайтын едік. Мына жердің бәрі полный болып, мына трубаның өзі жартысынан келіп тұратын еді мына жерге шейін. Қаншама расстояние мына жерде. Биыл су келген жоқ, жайық тасыған жоқ. Биыл жағдай мәз емес. Биыл жайық тасымаса, мына судың бәрі көк күмбек болып шірейді деген сөз. Құрдымға кетіп баратыр жайық. Өкінішті.